Hello there, достар. Бүгінгі сабағымызда біз бірінші модуль, nice to meet you модулінде өткен тақырыптарды бір рет қайталап өтеміз және өте пайдалы құрылымдардың қалай қолданылатынын еске түсіреміз. Әдеттегідей диалогтан бастаймыз. Hey Азамат, how is it going? Деп сұрайды Гаухар. Hey Гаухар, not much, just getting coffee. And you? Бәрі әдеттегідей әшейін кофе ішіп жатырмын, сен ше? Same. Менікі де солай. I usually get a latte. Мен әдетте латте ішемін, but today I'm trying the cappuccino. Бірақ бүгін мен капучиноны ішіп көріп жатырмын. Nice choice. Жақсы таңдау. I usually drink americano. Мен әдетте американо ішемін. Anything new? Жаңа бірдеңе бар ма? Ол жалпы өмірін сұрап жатыр, не жаңалық? Well, now I'm working on a new project at the office. Дәл қазір мен кеңседе жаңа жоба бойынша жұмыс істеп жатырмын. Oh, that sounds interesting. What kind of project is it? Қызық. Не деген проект? It's a marketing strategy for a new product. Бұл жаңа продукттың маркетинг стратегиясы. We're focusing on social media promotion. Біз дәл қазір әлеуметтік желілерде даму бойынша фокус қойып жатырмыз. Cool. I've seen your posts online. Керемет, сен посттарыңды көрдім. You're really into it, Сен шынымен де бұны ұнататын сияқтысың, Yeah, I enjoy the creative side of it. Маған бұл істің креатив бөлігі ұнайды. What about you? How's your job at the tech company? Ал сенің қалың қалай? Сенің жаңа технологиялық компаниядағы жұмысың қалай жүріп жатыр? Мінекей достар, тағы да назарларыңызды белгіленген сөздерге аударып көрейін. I usually get a latte. I usually drink americano. I enjoy. Бұлардың барлығы қай шақта тұрған сөздер, етістіктер. Және I'm trying the cappuccino today. Now I'm working on a new project. We are focusing on social media promotion. Бұл қандай шақта тұрған сөз тіркестері. Енді бірінші еске түсіретін тақырып ол әрине to be етістігі. To be етістігі қандай кезде қолданылады? Біріншіден, біздің кім екенімізді айту үшін, Мен Мағжанмын, I'm Бекали, this is my friend Тимур. Мен Бекали, мынау менің досым Тимур. Жасымызды айтқанда to be етістігін қолданамыз, I'm 24 years old. I 24 years old деп айтпаймыз, әрине to be арқылы, I'm 24 years old and my father is 50. Және менің әкем 50-де. Жұмысымыз жайлы, I'm a teacher and my wife is a doctor. Мен мұғаліммін, ал менің әйелім дәрігер. Ұлтымызды айтқан кезде, Қайрат, ұлт дегенде қараңыздар, біздің туған еліміз, біз қай жақтанбыз, немесе қай елденбіз, қай қаладанбыз. Қайрат is from Astana. Қайрат Астанадан. I am from Kazakhstan. She is from Russia. Барлықтарында to be. Өзіміздің сезімімізді айтқанда, I'm scared. Мен қорқып тұрмын. I scared емес. She is very tired. Ол шаршап тұр. Барлығында to be. Түсті айтқан кезде, our dog is black. Біздің итіміздің түсі қара. His eyes are blue. Оның көзінің түсі көк. Бағаларды айтқан кезде, this t-shirt is $20. Бұл футболканың бағасы $20. This t-shirt. The weather, ауа райын айтқанда, it's sunny today. It is sunny, it is snowy, it is cloudy. Уақытты айтқанда, what time is it? Сағат неше? It's 10 past 4. 4-тен 10 минут кетті. It is 10 past 4. Және жалпы адамдарды сипаттаған кезде, оларды сын есім арқылы сипаттағанда, Мағжан is tall. Асел is beautiful. Қайрат is charismatic. Қайраттың харизмасы күшті. He is very short and thin. Ол өте бой аласа және арық. Барлығында to be етістігі. There is, there are деген құрылым қандай кезде қолданылады? Осы үш жағдайда жалпы заттың бар жоғын көрсету үшін, мысалы, there is a lot of noise. Далада шу болып жатыр, мына жерде шу болып жатыр, шулы бұл жер. There is a lot of noise. Заттың қайда екенін белгілеу үшін, there are some keys in that box. Ана қораптың ішінде кілт жатыр. Бірнеше кілт жатыр. There are some keys. There are көпше түрде. Және жалпы бір заттың, мысалы, кездесудің болсын, қашан болатын белгілеу үшін. There is a concert tonight. Бүгін концерт. Tonight.
There is a concert tonight. Және тағы да өте жиі оқушылар шатасатын тақырып, present simple және present continuous'тың ең басты айырмашылығы. Present simpleға келсек, бұл осы шақ. Осы шақ болғанда жиі қайталанатын іс-әрекеттерді біздің күнделікті өміріміз, кейбір факттарымыз сипаттағанда present simple қолданамыз. Мысалы, әдеттер жиі қайталанатын іс-әрекеттер. I wash my hair every day. Мен шашымды күнде жуамын. Негізі не рекомендую, бірақ күнде жуатын адам екен. Facts, permanent situations, states. Факттар, өзгермейтін жағдайлар және жалпы қалпы дейді ғой, мысалы. I don't have brothers. Менің ағаларым жоқ. Ол факт. Only sister, she lives in Texas. Тек қана әпкем бар, ол Техаста тұрады. Бұл мен туралы факт ешқалай өзгермейді. Немесе жер туралы факттар, күн туралы физиканың факттар барлығымен present simple қолданамыз. Present simple'да біз жиі кездестіретін сөздер, осы маркер сөздер, always, әрқашан, often, жиі, sometimes, кейде, usually, әдетте, never, ешқашан, hardly ever, өте сирек, hardly ever, өте сирек жағдайда, every day, күнде, once a month, айына бір рет. Бұлардың барлығымен once a month, once a year, once every week, бұлардың барлығымен present simple. Present continuous деген ол қандай шақ? Ол жалғасатын шақ, және бұның ерекшелігі дәл қазір болып жатқан іс-әрекеттерді сипаттағанда біз present continuous қолданамыз. I can talk, мен қазір сөйлесе алмаймын. I am having lunch now. Мен дәл қазір түскі ас ішіп жатырмын. Немесе, біздің сыртымызда болып жатқан дәл қазір іс-әрекеттерді сипаттағанда. He is training hard these days. Ол соңғы күндері ол өте көп жаттығып жатыр. Бұл дәл қазір жүріп жатқан жалпы процестер. Дәл осы секундты болмаса да, жалпы соңғы күндері біз осындай уақыт мезгілі ретінде аламыз да, соңғы күндері осындай іс-әрекет болып жатыр. Бұл шақпен, present continuouspен біз жиі осы сөздерді кездестіре аламыз. Now, дәл қазір, at the moment, қазір осы сәтте, these days, осы күндері, these weeks, осы апталар, немесе this week деп айтсақ болады осы апталарда. Енді келесі тағы да қайталау керек тақырып, ол әрине сұрақтар. Сұрақтар біз осыға дейін үйренген құрылым бойынша қойылады, quasi деп аталады. Біріншісі ол question word, одан кейін көмекші етістік, auxiliary verb, бастауыш, subject және етістіктің өзі. Етістік, кейде оның орнына сын есім тұруы мүмкін. Мысалы, present simple'да сұрақ қалай қойылады? Егер біз белгілі ақпарат шығарғымыз келсе, онда кезде WH сұрағын қоюымыз мүмкін. What, where, when, why, how long. Мысалы, where does Димаш live? Димаш қайда тұрады? Where, одан кейін present simple'дың көмекші етістігі. Неге does? Себебі Димаш ол ғой, I, you, we, they мен do қолданамыз, бірақ he, she, it пен does. Where does бастауыштың өзі Димаш live? Етістіктің негізгі формасы сұраулы сөйлемде. Where does Димаш lives? Емес. Where does Димаш live? Present continuous'ты дәл осы сұрақты қойып көрейік. Басқа, what is she doing? Ол қазір не істеп жатыр? What? Көмекші етістік is, себебі she мен to be'дің is деген формасы қолданылады. She doing. ING жұрнағы бар етістік. Кейбір кезде біз yes or no, я мен жоқ деген жауап алу үшін сұрақ қоюымыз мүмкін. Онда кезде question word керек емес. Does Димаш live? Немесе Does Димаш study at school? Димаш мектепте оқиды ма? Ма жоқ па? Ондай кезде көмекші етістіктен бастаймыз. Мынандай мысалда, to be етістігімен мысал, сен дайынсың ба? Are you ready? Дәл солай, көмекші етістіктен бастадық. Are, бастауыш you, одан кейін етістік болмаса да, бұл жерде кейде сын есімде етістік рөлін атқара алады. Сен дайынсың ба? Are you ready? Енді бірге осы тақырыптарды тағы да бір рет бекітіп көру үшін жаттығуларды орындап көрейік. Бұл сөйлемдерде бізге to be етістігінің дұрыс формасын таңдау керек. There, beautiful park near my house. Ол жерде бар әдемі саябақ менің үйімнің жанында. Әрине әдемі саябақ болған соң бұл ол, it, сол үшін онымен is қолданамыз. There is a beautiful park near my house. Дәл осылай келесі 5 мысалды өздеріңіз істеп көріңіздер, видеоны паузаға қойып, ал кейін жауаптарыңызды менікімен салыстырасыздар. Мені қазір тыңдап отырсаңыздар, жауаптарыңызды менікімен салыстыруға дайынсыздар деген үміттемін. There are 3 cats in the garden.
Бақшада 3 мысық бар. Әрине, there are 3 cats. Себебі олар үшеу. Келесі, there a delicious smell coming from the kitchen. Ас үйден бір күшті иіс келіп жатыр. Өте тәтті тамақтың иісі. Delicious smell. Smell, иіс. All болған соң, there is a delicious smell coming from the kitchen. This movie, pretty funny. You should watch it. Бұл кино өте күлкілі, өте қызықты. Сен оны көруің керек. This movie, біз бұны сипаттап жатырмыз. Бұл фильм. Бағана мысалы. Қайрат is tall, Мағжан is beautiful, Мағжан is smart деп өзімді сипаттап кетсем. Бұл жерде this movie әрине to be етістігімен үшінші формасын қолданамыз. This movie is pretty funny. Себебі it. There any interesting articles in the newspaper. There any interesting articles. Бұл газеттің ішінде қызық мақалалар қалай ойлайсыздар? Бар ма, жоқ па? Any дегенді көрсек, бұл әдетте сұраулы сөйлемдерде немесе болымсыз негативті сөйлемдерде қолданылады. Сол үшін бұл жерде бұл газеттің ішінде қызық мақалалар жоқ деп айтамыз. There isn't па, aren't па. Articles көпше түрде болған соң, there aren't any interesting articles in the newspaper. Бұл жерде маған көмектескен any деген сөз. Any болса ол негативті, болымсыз сөйлем немесе сұраулы сөйлемдерде. Болымды сөйлемдерде any'ді қолданбаймыз. Соңғысы, you ready for your midterms. Өзіңнің рубежкаңа, midterm деген осы семестрдің ортасындағы емтихан, дайынсың ба? Are you ready for your midterms? Себебі you. Are you ready for your midterms? Енді келесі тағы жаттығу бар. Бұл жаттығуда біз сөйлемдерге не present continuous, не present simple'ды қоюымыз керек. I, my parents және жақшаның ішінде love. Мен ата-анамды жақсы көрем. Жақсы көру деген ол дәл осы секундта болатын зат емес, біз жалпы жақсы көреміз ғой. Күнде істейтін затымыз. Мен осы секунд сені сүйіп тұрмын деп айтпаймыз ғой. Сол үшін бұл жерде мағынасы бойынша present simple көбірек келеді. I love my parents. Неге loves емес, себебі s тек қана he, she пен жалғанады. I, you, we, they мен I love my parents болады. Дәл осылай, мұна 4 мысалға жақшадағы етістікті дұрыс шаққа қойып көріңіздер, ал кейін жауаптарыңызды менікімен салыстырасыздар. Пауза. Енді мені тыңдап отырсаңыздар, жауаптарыңызды менікімен салыстыруға дайынсыздар. She usually read science fiction novels. Ол әдетте осындай ғылыми фантастика болсын, ғылыми әдеби романдарды оқиды. Usually деген сөзді көрдік па? Әдетте, демек бірден біздің ойымызға present simple шағы келу керек. She usually read па немесе reads па? Әрине reads, себебі she. She usually reads science fiction novels, but today, бірақ бүгін, she, қараңыздар, ол әдетте бір зат істейді, бірақ бүгін, дәл бүгін басқа зат істеп жатыр. Сол үшін бүгін істейтін заттарға бізге present continuous керек. But today she read. Read the present continuousқа қалай қоямыз? Әрине to be етістігі керек. She мен is. She is reading a mystery novel. She usually reads science fiction novels, but today she's reading a mystery novel. Бірақ бүгін ол осындай құпия романды оқып жатыр. Array live in London. Арай Лондонда тұрады. Бұл ол туралы факт. Дәл осы секундта емес, жалпы ол Лондонда тұрады. Сол үшін Array lives in London. But this month, бірақ осы айда ол өзінің ата апасымен тұрады. But this month, осы айда өзгеріс болған соң, және ол әдеттегі зат емес, this month she is staying with her grandparents. Array lives in London, but this month she is staying with her grandparents. Келесі, the children play in the garden right now. Бұл жерде бізге көмектесетін now деген сөз. Балалар бақшада ойнап жатыр ма? Дәл қазір. Right now. Дәл қазір. Дәл қазір болса, ол әрине present continuous шағы. Сол үшін сұраулы сөйлемдерде біз көмекші етістіктен бастаймыз. Are. Неге are? Себебі children, балалар көпше түрде. Are the children play және ing жұрнағы қосылған етістік. Are the children playing in the garden right now? Соңғы, Aileen likes sushi. They make her sick.
Айлин суши ұнату дейді. Олар оны ауру қылады болғанда make her sick, одан кейін прям өзін онша емес сезінеді. Сол үшін бұл жерде қалай ойлайсыздар, Айлин егер суши оны ауыртса, өзін оларды ұнатады ма, ұнатпайды ма? Меніңше әдетте бізді ауыртатын заттарды ұнатпаймыз. Сол үшін Айлин ұнатпайды сушиді. Қалай ойлайсыздар? Бұл present continuous па, present simple ма? Егер осыға дейін сабақтарымызды көрсеңіздер, байқаған шығарсыздар. Біз ұнататын, ұнатпайтын заттарды айтқан кезде present simple'ды әдетте қолданамыз. Сол үшін Айлин doesn't like sushi болады. Айлин doesn't like sushi. Дәл осы секунд емес, жалпы ұнатпайды. Сол үшін does not like sushi. Неге doesn't, don't like емес? Себебі Айлин ол. Айлин doesn't like sushi, they make her sick. Енді осы сабағымыздың үйрену керек сөз тіркестері міндетті түрде Quizletте алып қараймыз. Grab coffee. Кофені алу, тез алу, оны жолда ішетіндей. Немесе отырып ішсеңізде, grab coffee, кофені сатып алу. Stick with my usual. Менің әдеттегі алатыныммен бару. Мен әдетте американы ішсем, I'll stick with my usual. Әдеттегімен жүрем. Work on a new project. Жаңа жобаға жұмыс істеу. Keeps me busy. Бұл менің уақытымды алады. Яғни, my work keeps me busy. My son keeps me busy. Менің ұлыммен көп уақыт өткіземін, яғни ол менің қолымды босатпай жүр дегенде. Notice something. Бірдеңені байқау. Develop software. Компьютерлік бағдарламаларды дамыту, жасау. Improve user interface. Юзерлік интерфейсті, яғни қолданушының интерфейсін жақсарту. Take coding classes. Бағдарламалау бойынша, программирование бойынша сабақ алу, үйрену. Juggle work and class. Сабақ пен жұмыстың арасында жүру. Уақыт табу екеуіне де. Мысалы, these days I have to juggle work and class. Осы күндері мен жұмыс пен сабаққа да көңіл бөлуім керек, екеуінің арасында жүрмін. Balance work and personal stuff. Жұмыс пен жеке істерінің арасында баланс ұстау. Balance work and personal stuff. It is very hard to balance work and personal stuff. Өзіңнің жеке істеріңді және жұмысты балансты ұстау оңай емес. Әрине енді бәрімізге де оңай емес, бірақ біз күнде істеу керек затымыз осы. Бұл сөз тіркестерді міндетті түрде Quizletте өтіп қайталаңыздар және бүгінгі сабақты бекіту үшін платформаға өтіп жаңа жаттығуларды орындаңыздар.